Бүгін сіздерге to be деген тақырыпты түсіндіретін боламын. Жалпы to be дегеніміз бұл болу деп аударылады. Біз to be'ді атымызды, жасымызды, мамандығымызды, көңіл күйімізді сипаттау кезінде, тұрған орнымызды айтқан кезде, ауа райын айтқан кезде және де уақытты айтқан кезде қолданамыз. Мысалы, мен Гаухармын. Мен Гаухармын деген I am Гаухар болады. Осы жердегі to be'іміз am деген бізде to be болып саналады. Жасымызды айтқан кезде, мысалы, мен 19-дамын десем, I am 19 деп міндетті түрде am деген to be'ді қоямын. Мамандығымызды айтамыз. I'm a teacher. Мен мұғаліммін. Тағы да не қосамын? To be қосамын, иә? Көңіл күйімізді айтамыз. I'm glad. Мен қуаныштымын. Тағы да бізге to be керек. Сипаттау кезінде. Менің бойым ұзын. I'm tall. Яғни бізге тағы да не керек болып тұр? To be керек болып тұр. Тұрған орнымызды айтқан кезде. Мен үйдемін. I'm at home. To be қажет, иә? Ауа райы мен уақытты айтқан кезде міндетті түрде it деген есімдікпен айтамыз. It дегеніміз бұл заттар және жануарларға қолданылатын есімдіктерді айтамыз. Бірақ именно ауа райы мен уақытты айтқан кезде біз осы itті қолданамыз. Мысалы, күн шуақты деп айтатын болсақ, it is sunny дейміз. Күн деген сөзден бастамаймыз, it is sunny деп бастаймыз. Уақытты айтқан кезде сағат 7 болды, it is 7 o'clock деп айтамыз. Жақсы ма? Және де осы to be'дің осы жағында біз am, is, are деген to be қолданамыз. Мұны am деген to be туралы көрсеттім. Мына жерде міне itқа is деген to be қолданып тұрмыз, иә? Ол қалай дейсіздер ғой? Бізде ағылшын тілінде есімдіктер бар. I, he, she, it, they, you, we деген. I деген мен деген сөз, he, she, it, she де ол деп аударылады. He ұлдарға, she қыздарға, it заттар немесе жануарларға. They олар деп аударылады. You сен, сендер, сіз, сіздер төрт мағынасы бар және де we деген біз деген сөз. Осы жерде I деген есімдікке am деген to be қолданамыз. He, she, it деген есімдіктерге is деген to be қолданамыз және де they, you, we деген есімдіктерге are деген to be қолданамыз. Кез келген сөйлемді білесіздер, болымды, болымсыз және сұраулы сөйлемдер болады, иә? Мысалы, болымды сөйлемге мысал қарап көрейік, иә? Мысалы, thirsty деген шөлдеу деген сөз. Мен шөлдеп тұрмын деген I'm thirsty болады. Мен шөлдеп тұрған жоқпын десеңіз I'm not thirsty. Мен шөлдеп тұрмын ба деп сұрақ қойсаңыздар, мұна am мен I'дың орнына ауыстыра саламыз. Am I thirsty деп болды. Ешқандай қиыншылық жоқ. Мысалы, ұл баланы айтайық. Ол шөлдеп тұр. He is thirsty. Ол шөлдеп тұрған жоқ. He is not thirsty. Ол шөлдеп тұр ма десек, is he thirsty болады. Олар шөлдеп тұр. They are thirsty. Олар шөлдеп тұрған жоқ. They are not thirsty. Олар шөлдеп тұр ма? Are they thirsty? Деп сұрақ қоямыз. Енді сіздерге сұрақ. Ол мектепте емес және де ол мектепте ме деген сөйлемді қалай ағылшын тіліне аударамыз? Осының жауабын комментарийге жазып кетіңіз.